Бірден айтайын, бізге анандай аянышты көзбен, аяушылық жүрекпен қарау жоғынан, бізде почти сіздер сияқты адамдарымыз. Сіздер де, бірақ Тәуекел Мүслімжанда біз сияқты адамсыздар. Ассалаумағалейкум, адамзат! Жігіттер, біз өте қате істедік. Сахнаға бір-бірден шығу керек еді. Бәріміз шығып, халыққа ауыр болып кетті бар ғой. Халықты қойшы, рашқа ауалы болды. Бүгіннен кейін қайтадан мамаларын қасынан жатады сияқты оналар. Құрметті теле-көрермендер, үйде отырып, телевизор қатып жатыр деп ойламаңыздар. Өзіміз солай сөйлейміз просто бар ғой. Командамен таныс болайық. Бұл бұзық баланың ойыншығы емес, жай ғана Асқар. Төзілмейді. Асқар өзге ғаламшарлық. Оның ғаламшарында әншілер ән айтады, футболистер футбол ойнайды. Қара кесек костюм киеді. Тоқаевқа Абхазияның таксиіне отыруға рұқсат. Ал бұл Наурыз. Наурыз апрельде туылған. Жігіттер, біздің бүгін қарсылас кім? Краш. Жоқ, мен сендерге мен кіммін деп тұрған жоқпын. Біздің қарсылас кім? Ал бұл Дәурен. Не бойся, не бойся, не бойся. Дәурен неге астына трико, үстіне костюм киіп алды деп ойлап отырсаңыздар, ол өскенде спорт және мәдениет министрі болғысы келеді. Жігіттер, естідің ме? Кезінде бұтымызға жүйрік қой, жүре беруші едік қой. 2020. Сендерге сырттарынан қара ойланып тұрмын. Сендер жаңа Қазақстанға ала ма екен? Құрметті әділғазылар, бізден минус іздемей ақ қойыңыздар. Минус іздесеңіздер, бізден минус жетеді. Ну. Үлкен минус міне. Сосын ортада отқан шаш ұзын адамның аты кім? Бұл Айгер Месенәлі ғой? Оның әділғазы болатындай не жетістігі бар оның? Бұл кісі деген телерадио жүргізушісі, ТВ продюсер, журналист, қазіргі кезде блогерлік жұмыспен айналысады. Сен ешкім жетістігін айтпаш бар ғой. Сенің аузыңнан кез келген адамның жетістігі емес, бір құлдырау болып шығады екен бар ғой.